Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге дәрігер невропатолог Ақжарқын Ситқазықызы. Бүгін сіздермен тырысу ұстамасы кезінде алғашқы көмекті қалай көрсетеміз, осы жөнінде айтатын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп, подписаться деген батырманы басып, каналда менімен бірге болуды ұмытпаңыздар. Ал енді тырысу ұстамасымен адамды көрдіңіздер, тырысу ұстамасы ұстап жатыр. Қалай алғашқы көмек көрсетесіздер? Бірінші, адамның басының астына жұмсақ зат қоямыз. Любой нәрсе болады. Киім болсын, бір жұмсақ қандай зат болсын, басының астына қоямыз. Басын придерживать етеміз, яғни басын қатты заттарға, жаңағыдай қыры бар заттарға ұрып алмас үшін кішкене басын ұстап тұрамыз. Бір қырына жатқызамыз. Бір қырына не үшін жатқызамыз? Чтобы жаңағыдай сілекей, көбік заттардың бәрі өкпесіне қарай кетіп қалмас үшін, және де жаңағыдай тілі жұтып алады деп көбісі тілінен қорқады ғой. Сондықтан бір қырына жатқызамыз адамды. Аяқ қолдарын ұстауға тырыспаңыздар, өйткені аяқ қолдарындағы күш ол кезде тонусы өте жоғары болғандықтан сіздердің күштеріңіз оған жетпейді. Аяқ қолдарына ештеңке ұстап, жаңағыдай бірдеңке басудың қажеті жоқ, тек қана басын ғана ұстап тұрамыз. Одан кейін барып, желательно мүмкіндік болып жатса видеоға түсіріп алуымыз керек. Приступты дәрігер жаңағыдай оценивать ету үшін және толық тура диагноз қою үшін видеорегистратор обязательно керек, яғни видеоға түсіріп алу керек. Енді әр адамға қиын, конечно, видеоға түсіріп тұрған, бірақ мүмкіндігіңіз болғанша егер түсіріп алсаңыздар, дәрігерге диагноз қою жеңіл болады. Одан кейін барып уақытты белгілеу керек. Қанша уақытқа созылды, қанша уақытта приступ болды, қанша уақытта приступ тарқады, соны білуіміз керек. Және де жаңағыдай қасынан үшкір жаңағыдай әртүрлі заттар болатын болса, жаңағыдай жарақаттайтындай заттар алшақ тастауымыз керек. Яғни безопасный жерде басын придерживать еткен жағдайда жаңағыдай науқас жату керек. Аузына әртүрлі зат, қасық, ағаш, бірдеңке салудың қажеті жоқ. Ол бұрыннан келе жатқан миф, тілін жұтып қоймайды. Не үшін тілін жұтпайды? Өйткені приступ ұстаған кезде бүткіл денеде, бүткіл ағзада бұлшықеттердің тонусы жоғары болады. Тілдің де тонусы жоғары болғандықтан тілін жұтып қоймайды. Сондықтан осыны білгендеріңізді қалаймын. Қош сау болыңыздар, маған келіп тұр.